Қайырлы күн. Песочный слоеный тестоның рецептін ұсынамын. Осындай қаймақ қосамын. Видеоны соңына шейін қарап, комментарий лайк баса кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. 1 килограмм ұнға 1 чайный ложка тұз, аздап осындай ашытқы, қаймақтан 2 столовый ложка қаймақ қосамыз. И комнатасында тұрған сливочный майды қосамыз. Содан кейін осын немен илейміз. Негізі 2 жұмыртқа қосу керек, 1 жұмыртқа ғана қалыпты, сол 1 жұмыртқаны қоса салам енді. Осыны жақсылап илейміз. Суды 100-200 грамм құямыз. Ақырындап құйып отырамыз көз мөлшерімен. Ондар әртүрлі болады, сондықтан да суды байқап құю керек. Осыны илеп алдық. Енді 2-ге бөліп 500 грамм осыны жаямыз. Сливочный майды ертіп жағып қоямыз. Соны екінші тестаны жаямыз. Соны үстіне қойып, оның үстіне тағы сливочный май жағамыз. Соны нығыздап ораймыз. Майды жағамыз. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Көп рахмет. Келесі рецепт түсіргенше сау болыңыздар. Осылай болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видео рецепті түсіргенше қош сау болыңыздар.